Ассаламу алейкум, қазақ елі. Біздің Boston KZ каналына қош келдіңіздер. Біз видео подкастымызды бастаймыз. Тақырыбы Америкада көлікті қалай сатып алуға болады. Біздің бүгінгі қонағымыз Абдумалик бауырымыз. Негізінде біз Абдумаликтің қонағында отырық. Абдумаликтің автодилершіпінде келіп, арнайы осындай видео түсіріп жатырық. Негізінде көптеген қазақ бауырларымызға Абдумалик машина таңдап беруге және барша көмегін жасауда. Яғни Абдумалик автокөлік эксперті десек те болады. Ал сіздер бұл видеоның соңына дейін көрініп, көптеген көлік сатып алуда қиындықтардан айналып өтуге осы видеоның көптеген көмегі тиеді. Ал Абдумалик, сен енді өзіңді таныстырып жүрсен. Ассаламағалейкум, менің есімім Абдумалик, Түркістан қаласының тумасымын. Түркістанда туып, өсіп, Алматыға оқуға, СДУ-ға түсіп, финанс саласын бітірген болатынмын. Жалпы қысқа түрде менің бэкграундым сол. Жақсы, рахмет. Енді көбісі үлкен жетістік, КТЛ-ді оқиды, содан кейін СДУ-ға барады. Ал енді Америкаға алғаш рет қашан келдің? 2017-нің басында. 2017-нің алғашқы күндері Америкаға келген болатын. Сол кезде Америка келген себебін? Мен Америкаға тіл курсымен келдім. Ағылшын тілін жетілдірейін деп, сөйтіп осы Америкада жаңағыдай бірнеше opportunity дейді, мүмкіншіліктер туып, осында жұмыс істеп, мұғалім болып, орта мектепте математика сабағынан 7-8 класс сынып оқушыларына сабақ беріп, 1,5 жыл жұмыс істеп, жалпы осында жүрміз. Жақсы, жақсы. Бұл жерде енді қазіргі таңда өзің бизнесің бар. Сол жайында толығырақ айтып берсеңізге. Қазір Құдайға шүкір, шаруаны бастағанға 1 жыл болды. Бұл шаруаны 2 жыл бұрын жоспарлап, партнерім екеуміз бастадық. Ол жігіт қазір Нью-Хэмпширда хайкет етіп жүр. Хайкет еткен болатын. Енді көлік бизнесі өзіме қызық, көлік жалпы әртүрлі ер жігіт болғаннан кейін әртүрлі көлік мінгім келеді. Жаңағыдай оның күші бар, қуаты бар, ішіндегі салоны бар, түрлі специфический, технический опциялары бар. Сол көлік шаруасынан бастадық осында. Жақсы, өзіне қызық болды дейсің ғой. Ал енді келесі сұрақ кезегі, Абдумалик, көлік таңдағанда жалпы не нәрсеге мән берген дұрыс? Көлік таңдаған кезде ақшта болсаңыз, ең бірінші көліктің тарихы мен қай штаттан алып жатқаны, қай жақта жүргені маңызды. Себебі тарихына байланысты 2 опция бар. Біріншісі Carfax сұрайсыз көлікке, я болмаса авточек деген бар. Екеуі специализированный көліктің тұңғыш туғаннан бастап, қазіргі күнге дейін қандай технический осмотрдан өтті, көлік соғылған, ұрылған, суға батқан, және де әртүрлі қандай тарихы бар, соның бүкілін шығарып көрсетеді. Негізі өте жақсы система екен, себебі мен бір машинам бар, ол жайында даже саған қай уақытта майды ауыстыруына дейін как ремайндер айтып тұрады екен, ол жүйе. Негізі өте жақсы жүйе. Ал енді қолданылған көліктері аламыз ғой кейде, сол қолданылған көлікті таңдағанда қандай қиындықтар болады? Қолданылған көлікті алған кезде ең қиындықтары сол бірінші историясын, тарихын алып. Себебі мысалы Carfax'ты өзіңіз тұрып бір винын алып, жаңағыдай тарихын көретін болсаңыз, ол официальный түрде $45. Әр көліктің тарихы. Мысалы 3 көлікке бір бандл алсаңыз болады, типа 3 көлікті тексере аламын деген сияқты. Оған $99 деген секілді. Біз мысалы дилер, біз Carfaxпен тікелей өзіміздің жаңағыдай келісіміміз бар. Біз шексіз түрде көліктің тарихын тексере аламыз, және оны клиенттерімізге ұсынып көрсете аламыз. Бұл жерде маңыздысы былай ғой, енді кейде адамдар өздері барып, әсіресе Қазақстанның менталитетімен біз өзіміз барып, адаммен келісіп, ұрылған ба, ұрылмаған ба деп бір сене саламыз ғой. Бұл жерде аямай, $45 болса $45, сол машинаның тарихын зерттеп, біліп, соны алған дұрыс дейсіз ғой, өйткені ол long term, ол жерде көптеген бір
қиындықтары, проблемалар шығып қалуы мүмкін ғой. Мүмкін, иә, бірақ дегенмен де тарихын тексерген дұрыс, бірақ қаншалықты сіз бір көлік іздеген кезде 4-5 көлік қарастырасыз. Әрқайсысы $45 сізге біраз қалтаңызға тиюі мүмкін. Себебі біз қазақтар шетелде жүрміз, сол себепті жаңағы көбісі студент, болашақтың жаңағыдай көбісіне жаңағы стипендиясы жетпей жатады. Себебі шыны керек, бұл жақта көп зат өте қымбат, тұру аренда жаңағыдегі сол себепті. Ал негізі көлікті қолдан алған ол өте жақсы, себебі біріншіден көліктің бағасы арзан болады. Егер мысалы біз сияқты таныс дилерларыңыз бар болса, мысалы Carfax'ын тексерсеңіздер болады. Сіз өзіміздің қазақ достарымыз бар осында, көлік алардың алдында мынаны тексеріп берші деп жүреді, тексеріп жаңағыдегі жібереміз, стоит не стоит айтамыз жаңағыдегі. Ол Carfax көліктің құнын да көрсетеді. Мысалы, сіз, допустим, алып атқан 5000-ыңызға ол көліктің бағасы стоит, алуға стоит или не стоит. Соның бәрін көре аламыз. Жақсы, керемет. Ал енді біз қазір айтып отырмыз, көлікті ақш-тан таңдадық. Сол жайында кішігірім көлік сатып алу процесін қысқаша степ-бай-степ айтып берсеңіз. Иә, ол енді степ-бай-степ әртүрлі жағдайға байланысты. Мысалы, орта американдықтың жағдайы, я болмаса бір қазақтың жағдайы. Мысалы, допустим, орта американдық қалай алады? 90% американдықтар олар кредит қалады көлікті. Олардың даже миллионер қалтасында ақшасы болып сатып алатындай мүмкіншілігі болса да ол кредит қалады. Себебі Американың системасы, банковский системасы солай орналасқан, чтобы сен кредит алған сайын, уақытылы төлеген сайын саған больше возможность беріле береді кредит көбірек алуға. Сол себепті ақшасы бар адамдарда көлікті кредит қалады. Қалған жаңағыдегі 10% ол уже жаңағы кэш ақша. Рахмет, Абдумалик. Енді мен бұл жерде кішігірім не жайында сұрағым келген ғой. Мысалы, машинаны мен бастапқыда сатып алғанда, маған машинаны сатып атқан адам айтты, міне, машина ұнады, маған келді, тайтл дейді, бізде техпаспортты көрсетті, сосын соның артында bill of sale деген бар екен, соған келісіп, бағасын айтып, қойдық та, ол маған берді. Сол қағазбен алып, келесі күні мен RMV дейді, Registry of Motor Vehicle, соған барып, машинамды тіркедім да. Енді бұл шамалы бастапқыда маған не болды? Шок болды. Ол қалай? Ол вообще мен ана документпен солай істеу деген шамалы. Енді Қазақстанда басқашалау болғасын мен маған біртүрлі болған. Негізінде сондай оңайлы жолдар бар екен да. Вообще жалпы егер біз машинаны сатып алудағы тәсілдердің жолдарын айтатын болсақ. Сіздің сұрағыңыздан кішкене ауытқып кеттім. Жаңағыдегі американдықтар мен қазақтарды не істеп, негізі степ-бай-степ ол жағы келіп көлікті егер қолдан алып жатсаңыз, көліктің тайтлы деген болу керек. Ол қолдан алып атқан егесі тайтлдың арқасына толтырып береді жаңағыдегі қаншаға сатқанын, кімге сатқанын, өз қолын қойып, және де сізде қолыңыз қойып, сол жерде одометрларын тексеріп, тайтлдың алғашқы бетінде өте мән беру керек. Сол жерде тайтлдың көліктің қандай жағдайда екенін көрсетеді. Енді біз келесі сұрақта жалпы енді біздің қазақ бауырларымыз Абдумаликқа келеді дедік. Америкада да өздерінің қалайтын топ машина, әлбетте алатын қандай топ машиналар түрлерін айтар едім? Қазақтардың алатын топ машиналар Camry, Highlander, Sienna болып жатыр. Көп қазақтар Америкаға келген отбасылы қазақтар, көп бала шағалар, олар Sienna'ны ұнатып жатыр. Мен де Sienna алғам деп қойдым. Sienna өте әдемі машина. Көп мәселелерді оңай шешетін көлік. Толықтай келсем. Сол топ көліктер. Жақсы. Сонда Camry дедік, Highlander дедік, и Sienna. Үшеуі де Toyota. Үшеуі де Toyota. Toyota, рас. Қазақстанда да бар, біз Camry жақсы көреміз, барлығымыз. Дұрыс. Ал енді кішігірім бізге осы жаңа тайтл туралы айтақ. Тайтл дегеніміз техпаспорт бізде, сол clean title деген болады, salvage title деген, соның айырмашылықтарын түсіндіріп берсем бізге. Хорошо. Тайтлдың түр-түрі болады. Оның clean title деген таза тайтл, ол таза көліктер. Одан кейін salvage title деген бар. Ол salvage деген ол технически не подлежащий көлік, жолда ол көлікті айдауға болмайды деген статус алған көлік.
Ол salvage мысалы я суға батқан болады, я өртенген көлік, я болмаса airbag атылған көліктер. Мысалы ол salvage'ті көп мұндағы дилерлар, я жаңағыдай перекупщик дейді ғой. Ол перекупщиктар не істейді жаңағыдай оңдап көлікті rebuild title қылып жасайды. Rebuild деген ол жаңағыдай қайтадан технический осмотрдан өткізеді, определенный өзінің штатский полицияға барып, олар жаңағыдай көлікті жолда айдауға болады деген құжатын береді, бірақ оны rebuild деп атайды. Ол rebuild пен salvage title Америкада сұраныста жоқ. Сол себепті ол көліктің бәрі экспортқа кетеді. Понятно. То есть, по сути, бізге Қазақстанға кетіп жатқан машиналар сондай болуы мүмкін. Қазақстанға кетіп жатқан машиналар, жаңағыдай Грузия, Армения, Дубай, 90% көбісі salvage'тар. Себебі бұл жақта оны жаңағыдай страховой аукциондар сатып алады, я болмаса сатады, банктар сатады, я жаңағыдай государственный организациялар сатып жатады өздерінің. Түсінікті. Окей, жаңа енді сен бастапқыда оқуға келдің, сосын жұмысқа H1B алдым дедің. Енді мен қазір түсінген бойынша Америкада осындай бизнес жасау үшін инвесторский виза деген болады, инвесторлық виза. Егер сен сол инвесторлық визаны алсаң, қалай бізге кішігірім қысқа түрінде сол инвесторский виза алу жолдарын бойынша айтып берсең шамалы? Инвесторский визаның түрі бар. Негізі сіздің бастапқы мақсатыңызға қарай. Сізде мақсатыңыз қалай? Мысалы E1, E2 деген виза бар, EB деген виза бар, L1 деген виза бар, H1B да виза бар. Бірақ ол бизнесқа жатпайды, но бірақ сіз осында қалуға мүмкіншілік береді. Мысалы менікі E1 виза. Бұл мен енді қазір біз процестің үстіндеміз. Сол себепті қазір бүйтіп қатты ашып айта алмаймын. Көз тіл тимесін деп бірінші оңдап алып, бәрін алып алғаннан кейін тағы да айтып жатармыз иншалла. Но жалпы сіз кімде-кім егер инвесторский визамен жұмыс істеймін, Америкаға келем дейтін болса, әлбетті түрде дұрыс адвокатпен жұмыс жасау қажет. Ол өте маңызды. Ол жағынан қаржыңызды ешқашан аямаңыздар. Компетентный адам өте маңызды. Адвокат сымақ көп, жаңағыдай орыс тілді халық көп. Алаяқтардан байқаңыздар. Жалпы E1-ге байланысты айтатын болсақ, E1 сен Америкада виза жасай аласың, бірақ бұл жақта жаңағыдай green card алып, бұл жақтың жаңағыдай гражданин болып кете алмайсың. Менікі сол виза. Одан бөлек EB деген бар, сен виза жасайсың, одан кейін сразу жаңағыдай green card'ыңды аласың. Green card алғаннан кейін ол, соответственно, дальше уже гражданствоға мүмкіншілік болады. Сонда E1 визамен Қазақстанға барып, кетіп, ол определенно ұзақ жылға беріне ме, ол қалай болады негізі? Ол визасы сен мысалы жаңағыдай Қазақстанға барып келе аласың, ода тұрған түгі жоқ. Одан бөлек бизнесің жұмыс істеп тұрған мерзімде саған свободный доступ Америкаға болады. Жақсы, рахмет. Енді Абдумалик, енді жаңа бизнес жайында айттық қой. Бизнес бастағанда қандай қиындықтар болды? Немесе керісінше бизнес ашуда Америкада қолайлы климат жасалынған ба? Қиындықтар әр шаруада қиындық болған сияқты болады. Бірақ қиындықтардың қорқудың қажеті жоқ. Негізі Америкада бизнес бастау өзі сплошной бюрократия. Негізі мысалы біздің өзіміздің алғашқы бірінші экспириенс қой, былай айтқанда бірінші опыт, өзім бөлісе кетейін. Мысалы дилершип ашу үшін саған алғашқы бір лицензия қажет. Ол лицензия әр қалада өзі лимитированный болады. Допустим, қаланың көлеміне қарай. Допустим, бір қалада 5 дилершип лицензиясы бар болса, әр қайсының құны бар жоғы мысалы $200. Но бірақ ол дилершиптің барлығы бос емес. Сен, соответственно, қай жерде свободный лицензия бар, соны іздейсің. Мысалы, допустим, біз іздеп жүрген кезде лицензия бір ирандық сатып жатты, Брайтон деген қалада, сіздердің университеттеріңізге жақын. Бостон университетіне жақын. Мысалы, лицензиясының өзін $100,000 сұрап тұрды. Охо! Негізі лицензияның құны бар жоғы $200. Бірақ ол біліп тұр ғой. Свободный болса. Ол бірақ біліп тұр. Бос емес екен. Бос емес.
но қаланың іші жаңағыдегідей деген секілді. Но бөлісе кетейін дегенім, мысалы Қазақстанда қалай бір бизнес ашатын болсаң, особо қатты лицензия сұралынады, бірақ бүйтіп қалада митинг дейді ғой, жаңағыдай жиналысы болмайды. Бізде қалаға шақыртты партнерім екеумізді, жаңағы қаланың жиналысы болды. Ол жаққа қаланың тұрғындары келді, және де бизнес ашып атқандар, және де бизнесіне өзгерістер жасайын деп атқандар, және де қаланың жергілікті тұрғындары өздерінің жеке проблемаларын айтып келген болады. Алдымызда бір 10 шақты адам отыр, оның ішінде қаланың әкімі, полицейский департаменттің бастығы, ол жерде пожарный департаменттің бастығы, және де жаңағы бүкіл әкімшіліктің қажетті персонал. Және оны видеоға түсіріп жатыр. Сен қаласаң ол жерге барып қатыссаң болады, я болмаса жергілікті тұрғылықты негізі әр ай сайын соған қатысады екен. Қалада не өзгеріс болып жатыр? Жаңағыдай кім бизнес ашып жатыр, қандай бизнес ашып жатыр, оның аты кім, не істейін деп жатыр деген секілді. Өте қызық. Сөйтіп жаңағыдегідей қаланың әкімшілігінің алдына барып, өзімізді презентацияны жасап, олар сұрақтарын қойып, жалпы сөйтіп лицензиямызды алған болатынбыз. Яғни бұл жерде енді өзінің бір процестері, бюрократия бар, бірақ бұл жерде барлығы заңды түрде. Заңды түрде. Ешкім былай алдап немесе олай жасамайды. Заңды түрде, заңмен жүрсен, бұл жерде бизнес ашасың ба? Наоборот, үкімет сені қолдап тұрады. Қолдап тұрады, иә. Және де климатқа байланысты әрине Америкада өте жақсы бизнесқа климат жасалынған. Жаңағы тек қана өсіп өркендей бер. Керемет, келісем, жақсы. Ал енді мына біз автодилершіпті көріп жатырық. Іші қандай офисі, қандай әдемі, Қазақстанның көптеген жаңағы нелер тұр ғой, суреті де тұр. Керек десеңіз қамшы да іліп қойғансыз, керемет домбыра тұр. Біздің енді өзіміздің немізді беріп тұрды, енді спирит дейді ғой. Рахмет, ол енді керемет. Көліктер автодилершіпі қайдан алып келесіздер, қалай аласыздар жалпы? Көліктерді біз аукциондардан аламыз. Аукцион, жабық аукциондар. Америкада аукционның екі түрі болады. Біреу ашық аукцион, ол страховой аукциондар. Және де жабық, ол дилерлардың лицензиясы барлар барып қатысатын аукциондар. Олар в основном ол жерге банктар алып келіп жатады. Bank of America, Capital One деген секілді. Және де бүкіл, мысалы, сертифицирован бүкіл дилершиптар бар, мысалы, Toyota, Lexus, Mercedes, барлығы өздеріне келген трейдингдарды аукционға алып келіп жатады. Және де бүкіл государственный құзырлы органдар өздерінің көліктерін алып келіп сатып жатады. Сол себепті ол жақта су жаңа көліктен нашар көлікке дейін бүкілі бар. Яғни енді аукцион туралы енді біз естіп отырмыз, әсіресе Қазақстанда аукционға қатысады, аукционда оңай екен. Мысалға, түсіну үшін екі түрі бар екен, ашық, жабық. Получается, әркім ашыққа қатыса алады, бірақ жабыққа лицензиясы бар, мысалға автодилершібі бар компаниялар официально кіре алады екен. Все, түсінікті, рахмет. Ал енді қазір мен өзімнің тәжірибемнен айтайын. Мен бір көлікті Қазақстанға жібердім. Ол Нью-Йорк, Нью-Джерси арқылы болды. Вообще сіздер көлікті Қазақстанға жіберу процесі жібересіздер ме? Сұраныс бар ма жалпы? Қазақстаннан сұраныс өте көп. Мысалы, біз өзіміздің таныс жолдастарымызбен сөйлесіп жатқан кезде көп Қазақстанға елге көліктер кірген дейді. В основном Грузия, Армения, Саудовская Аравия, Дубайдан. Көліктердің көбісі жаңағыдай өте нашар халдегі көліктер, я болмаса одометр айналған көліктер. Соған мән беру керек. Сол себепті көліктің опять же тарихын мән беріңіздер. Негізінде көлікке сұраныс өте жақсы. Көлік жіберіп жатыр, көп емес. Қазір өзіміздің жұмыс істеп жатқан жігіттер бар. Мысалы, қазір екінші партиясын жинап жатыр. Көліктерді Грузияға жеткізіп беріп жатырмыз. Грузиядан жігіттер өздері Қазақстанға алып кетіп жатыр. Көбісі сол Батумиға барады. Батумидан дәлше егер тікелей өздеріміз алып кетеміз, өздері алып кетеді, немесе Батуми арқылы Азербайжаннан Ақтауға барады, Ақтаудан платформаға салып Алматыға. Менің кейсімде солай болды. Негізінде
бүкіл Америкадан шығатын 5 штат бар, 5 штаттан көліктер шығып жатады. Жаңағыдай оның бірі Калифорния, екіншісі Флорида, үшіншісі Техас, төртіншісі мына Нью-Джерси, Нью-Йорк, бесіншісі Орегон жақтар емес. Орегон жағы емес, қателеспесем, Вирджиния ау деймін. То есть East Coast пен West Coast и мына South'тан жақсы. Жақсы, Абдымалик. Ал бүгін бізде қонақта Абдымалик бауырымыз болды. Енді көріп жатқаныңыздай бізге машина, көлік туралы көптеген пайдалы мәліметтер, инсайттар берді. Үлкен рахмет Абдымаликқа. Абдымалик бауырымыз бізге барлығымызға үлкен, баршамызға үлгі. Себебі Америкаға келіп, өзінің кәсібін бастап, осындай автодилершіп ашып жатыр. Яғни айтарым, әрбір қазағым осындай үлкен қадам жасап, еш қорықпай жасаса, бұндай шаруаларды Америкада болсын, басқа жерде, әсіресе біздің қазақтардың қолынан келеді деп ойлаймын. Абдымалик соның үлкен бір бізге мысалы. Ал сіздер бізді қолдап, каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарийда өз ойларыңызды білдіріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.